Ереке, ол тилаштылық емес, секең тіл ашты деген сөзді айта көрме. Ол қолынан іс келетін адам солай болады. Қолынан іс келетін адамның тілі өте ашты болады. Әйтпесе, майдалап, майқандап, майпаздап, ештеңке тындыра алмайды ол. Ол жұмыс қолынан келетін адам ол сондай болады, өте. Өзі бір жақсаттар болады ғой, жақсаттар да чәркез болады ғой, сол сияқты ол. Секең тіл ашты емес. Секең қазақтың көзін оятушы. Секең ешкімге жұмыс жасап бермей ақ қойсын енді. Болды, Секең тарих бетінде қалды. 70 жылдың алдында, Ереке, осыдан 70 жылдың алдында Оспанды банды деген қазақ Қазақстанға келгеннен кейін Оспанды батыр деп жатыр. Міне, соның ұрпақтары бүгін батыр деп жатыр. Сол сияқты ертең 70 жыл өткеннен кейін тарихта Секең қалады. Секең тарихта қалады. Ұрпағы ұмытпайды. Енді дым істеп бермей ақ қойсын Секең. Бармай ақ та қойсын. Кім Секеңнен басқа жұмыс жасады? Кім қазақты оятты? Ешкім оята алған жоқ. Бір Секеңсіз ешкімде елді селт еткізген жоқ қой. Сол үшін мен Секеңді жақсы көремін. Маған есе қара жерге кіріп кетсе де, апарып түрмеге қамап тастаса да, жаманат қамыты мойнына мінгізсе де, Секең ол. Ел, Секең. Солай досым менің алдымда. Менің көз қарасымда. Серижанды бір Қазақстан емес, бүтін әлем таниды ғой. Еуропа танып болды әзір. Батыстағы дамыған елдердің журналистерінен қаншау келіп Серікжанмен дос болып, Серікжанның үні Американың парламентінде талқыланып жатыр. Не деген керемет. Қайсың сөйтіп үніңді жеткізе алдың дүниеге? Қай қазақтың үні жетті? Ал енді сонда істей алмайтының бір енді тыныш жүрсің болмай ма? Артыңды жауып тыныш жүрші қарағамай. Тыныш үндемей жүре берші, саған рахмет айтамыз. Серікжан бәлен, Серікжан түген, Серікжанның қорлығы, Серікжанның мықты болсаң Қытайға баршы. Қай айтып тұрған сөзі мынаның, а? Мынаның жыныма тиіп тұрғанын қарашы, қасымда болса шашыңды осы жұмарлатып отырып жұлып алар едім. Білдің бе? Серікжанға мүлде қарсы келмеңдер, кімің бол, жебеуің бар ма, басқаң бар ма, қай ұйымда жүрсің, мен білмеймін. Серікжанды сөз қылып жүргендерің енді ақымақ, нағыз сатқындық. Білдіңдер ме, Қытайдың сөзін сөйлейтін іс қалмады әзір қазаққа. Қазақ өйткені Қытай қорлығын өткізді ғой. Бейуаз қазақты қанша апарып қызыңды зорлап, қатыныңды қатын қылып, еркегін түрмеге жауып, молдаңды апарып шошқаның етін беріп өлтіріп жатыр. Не деген қорлық, не деген азаптау, не деген зұлымдық бұл. Бұл тарихта болмаған іс қой. Бұл әлемдік процесте болмаған нәрсе ғой. Ойлап көріңдерші. Бір мұсылманға әкеп алдына шошқаның етін зорлап беру деген қорлық емес па бұл? Бұл сөздерді өліп жатыр ғой талай содан жемей аштан. Жемегенін Қытайды өлтіріп жатыр ғой. Енді осыны көріп отырып Серікжан бәлен, Серікжан түген дегендерің не деген қорлық бұл? Сол Қытаймен бірге екендігіңді көрсетіп тұрсың ғой сен. Қарағым, тыныш жүр. Тыныш жүре алмайсың ба? Андағы екі сырмағыңды буып алып Қытайға өтіп кетші қайтып. Бар сөздерде Қытайдан не жақсылық көрер екенсің? Тәуелсіз Қазақстанға кімнің арқасында келіп осы? Білесің бе? Төбеңе қарақ қой. Желбіреп тұрған көк ту бостандықты көрсетіп тұр. Демократияны көрсетіп тұр. Осы демократия сөз бостандығы бар болғандықтан Серікжан дүниеге қазақтың сөзін жеткізіп жатыр. Міне, нағыз жігіт. Суырылып шыққан бір азаматты етегінен тартпаңдаршы. Тыныш жүріңдерші. Серікжанға жоламаңдаршы. Сендерден жалынып сұрайтынымыз осы. Серікжанды қолдайық. Көк тудың астына бүтін қазақ бірігейік. Қазақ аман жүрсін деген бір ауыз сөз. Өте дұрыс айтып отырсың жігітім. Бауырым, мынау Серікжанға қарсы шығып жүргенің бәрі Қытайдың шпионы сияқты осы мен қарасам.
Өйткені бұлардың көттері жыбырлап тоқтамайды. Кейбіреулері студияға шығып сұхбат беріп отырғанда бір түрлі болып отырады. Қарасаң, Қытайдың көп істерін жауып жапқысы келеді. Сонда миллиондаған қазақ Қытайда қырылып жатыр. Түрмеде жатыр, азап шегіп жатыр. Соны жалғыз болып сырылдап Серікжан айғайлап мына жақта дүние жүзіне үнін жеткізіп босатып алудың қамында. Ал енді сол Серікжанның артын шұқиды бұлар. Бұлар не деген жауыз бұлар? Бұлар не деген намыссыз бұлар? Бұндай адамдардың бар ғой Қытайдан келіп алып бұл жаққа келіп бүлк етіп қатын өсек айтуына ешкім жол бермейді. Серікжанның кім екенін танып болдық. Халық танып болды. Бүтін дүние жүзі танып болды. Енді Серікжан туралы бір ауыз сөз айтып көріңдер. Серікжанға қарсы шыққаның, қазаққа қарсы шыққаның, Қытайдағы қазақты қырылсын дегенің. Сондықтан кім бол, әулие болып кет, басқа болып кет, Серікжанға қарсы шықпайсың. Серікжан деген қазақтан шыққан бір ұл. Нағыз ұл. Ол адам. Адам санатының ішіндегі ең жоғары қабілетті санасы бар адам. Ол сол қазақ үшін шырылдап жүр. Ұйқы көрмей, күлкі көрмей, күндіз-түн бәрін ұйымдастырып, арызын беріп, анау Еуропаға кімнің арызын жеткіздің? Кім жеткізді Серікжан болмаса? Қытайға бар, үйзіңді аш деп тұрып сөйлейді. Сен бар үйзіңді ашып Қытайға. Керемет болсаң. Ертең Қытайдың шпионы болып жүріп, барған күні басыңды кесіп тастайды, білдің бе? Қытайға тәйнейлік істемеңдер. Қытайдың кім екенін біліп болдық. Өйткені момақан малын бағып, айран сүтін ішіп тып-тыныш жатқан қазақты түрмеге жауып жатыр. Ешбір себепсіз Қазақстан туралы бір ауыз сөз айтса, ассалаумағалейкум десе, жұма қабыл болсын десе, амандасудан қалтырды ғой. Жас оқушыларын түгел Қытай қылып болды, оны білеміз. Қанша жыл болды, әзір Қытай қылып жіберді. Енді үлкендерін, ересегін түрмеге қамап еркектерін, әрбірінің үйіне екіден Қытай кіргізіп, қызы менен әйелін қатын қылып жатыр. Осыған намысың шыдап сен Серікжан жамандап отырсың. Бұл жерде Серікжан нағыз жігіт, нағыз ер. Серікжанға кейін Нобель сыйлығын беру керек, мен ашық айтам. Білдіңдер ме? Ол қазақтың жоғын жоқтаған нағыз батыр ұл. Ана Ши Цзиньпиннің қате саясатымен жалғыз болып күресіп, дүниеде соны селкілдетіп, қорқытып отыр. Былай айтқан уақытта. Міне, бұл тәуелсіз Қазақстанның арқасы. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізіп отырған кең саясатының арқасы. Біле білгенге. Не үшін? Серікжанның үні дүниеге жетіп жатыр. Осындай демократиялы елде отырмыз. Тәуелсіз елде отырмыз. Сөз бостандығы бізде бар. Міне осының арқасында Серікжанның үні дүниеге жетіп жатыр. Осыны мойындап отыр халық. Бүтін Қазақстан халқы оны қойып Еуропа Серікжанды таниды әзір. Білдіңдер ме? Сондықтан Серікжанға ана жаққа шығып алып, анауың анандай, мынауың мынандай деп сөз айтады екесіңдер, біздің ата жауымыз сендер боласыңдар. Серікжан нағыз еркек. Оны құптаңдар, оны қолдаңдар. Оған бір тиының болса беріп, ана бейуаз жылап жатқан жетім жесірге тарқатып жатыр. Алланың алдында Серікжанның беті жарық. Екі дүниеде беті жарық болып отыр. Ол нағыз ғылыми жұмысты да жүргізіп отыр, діни жұмысты да жүргізіп отыр. Білдіңдер ме? Сондықтан Серікжан ешкімді бөлшектеп отырған жоқ. Қазақстан тәуелсіз елімізге қарсы шығып отырған жоқ. Қазақстанның саясатына қарсы шығып отырған жоқ. Қазақстандық саясатының арқасында еңбегі жанып, маңдай жарық болып жұмыс істеп отыр. Міне, нағыз жігіт деген осы. Жол тауып отыр ол. Бүтін ана миллиардтардың ішіндегі сорлап жатқан қазақты құтқарып жатыр. Бір қазақтың құтылғаны қандай? Нұрсұлтан Назарбаев айтты ғой, әр қазақ менің жалғызым деп. Сол жалғызы жоқтап жатыр. Міне, ер деген осы. Енді Серікжанды бәлен, сен түгенсің, сенің арқаңда, сенің атыңды атағандық үшін қанша қазақ сотталып кетті.
сенің кесіріңнен болып жатыр деген сияқты сөздерді айтып отырған қазақтар Қытайдың шпиондары. Кетсін Қытайға. Бүгіннен бастап үйсін аштырып Қытайға өтіп кетсін. Керек жоқ мұндай тәуелсіз елге келіп олардың отыруына. Бұл жаққа қазақпын деп жүруіне, жер басып жүруіне рұқсат жоқ. Сөздің шынын айтамыз біз. Сондықтан Серікжанды барлық қазақ қолдаңдар, қорғаңдар. Барлық қазақ оның үніне үн қосыңдар. Сөйтіп Қытайдағы анау 3-4 миллион қазақты құтқарып алайық. Қазақ деген қазақтың бауыры. Білдіңдер ме? Қанымыз бір, жанымыз бір. Сол қазақ үшін шырылдап жатқан қазаққа қарсы шыққаның қазақтың жауысың.